Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгінгі дұғалар қабыл болатын жұма күні баршаларыңызға мүбарак болсын. Қазақ халқы көп уақыттан бері ислам дінін ұстанып келе жатыр. Ел тарихында қазақ жерінде көптеген мешіттер бой көтерді. Оның алғашқыларының бірі 9 ғасырда Маңғышлақ түбегінің жартасында тұрғызылған Шақпақ ата мешіті деп айтсақ болады. Қазіргі уақытта Қазақстанда 2700-ге жуық мешіт бар. Бүгін біз сіздермен ерекше әрі құрылысы ғажап 5 мешітті көретін боламыз. Егер арнамызда алғашқы рет болсаңыз, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Семей мешіті. Семей мешіті Қазақстандағы ең ескі әрі ең әдемі мешіттердің қатарына жатады. Бұл әдемі қос мұнаралы мешіттің құрылысы 1852 жылы басталып, 1862 жылы аяқталған. Бұл мешітті 19 ғасырдың басында тас мешіт деп атап кеткен. Кеңес үкіметі кезінде ол жұмыс істеген жоқ. 1995 жылы ұлы Абай атамыздың 150 жылдығы қарсаңында ғана іске қосылған. 1999 жылы мешітке Әнет баба Кішіғұлы деген ат беріледі. Ал 2002 жылы қалалық әкімшілік, жергілікті кәсіпкерлер мен жұртшылықтың қолдауымен қос мұнаралы мешіт күрделі жөндеуден өтеді. Бастапқы архитектуралық үлгісін сақтай отырып, жаңарған бұл ғимарат Семей қаласындағы тарихи көрікті орындарының біріне айналған. Мәшһүр Жүсіп мешіті. Павлодар қаласындағы Мәшһүр Жүсіп мешіті өзіндік сәулетімен ерекшеленеді. Мешіт 2001 жылы 5 қыркүйекте ашылған. Ғимараттың бірінші қабаты 8 қырлы. Бұл мешіт дешті қыпшақ сәулетінің үлгісі. Ғимарат жобасы 8 бұрышты жұлдызды бейнелейді. Алайда оның ең қызықты тұсы шаңырақ іспеттес көтерілген күмбезі. Ол ежелгі түрік үйлерінің күмбезін көрсетеді. Марал Ишан мешіті. Қостанайдағы Марал Ишан деп аталатын ақ мешіт өте ерекше құрылыс нысаны. Алла үйі 1893 жылы ашылып, 1930 жылға дейін халыққа қызмет етті. Ал Кеңес одағында болса өзінің жұмысын тоқтатқан еді. Тек 1991 жылы 1 қарашада мешіт қайта халыққа қайтарылды. Алла үйі күрделі жөндеуден өткізіліп, 1993 жылы 100 жылдығын атап өткен болатын. Ал 2002 жылы мешітке ғұлама ғалым Марал Ишан Құрманұлының есімі берілген. Бұл мешіттің ерекшелігі ғимарат құрылысында ислам архитектурасы мен эклектика элементтерінің үйлестірілуінде. Науан Хазірет мешіті. Көкшетау қаласында орналасқан Науан Хазірет мешіті де еліміздегі құрылысы ерекше және тұтастай ағаштан тұрғызылған сирек мешіттердің бірі. 1904 жылы іргетасы қаланған Алла үйі бір ғасырдан астам уақыт бойы өңірдегі ислам дінінің таралуына өз ықпалын тигізіп келеді. Жаркенттегі қытайлық үлгідегі мешіт. Жаркент мешіті сәулет көркем мұражайы Алматы облысы Жаркент қаласының орталық бөлігінде орналасқан. Мешіт 19 ғасырдың сәулет ескерткіші болып табылады. Ол 1895 жылы қытайлық сәулетші Хон Пиктің жобасы бойынша салынған. Құлшылық үйінің бір артықшылығы толықтай Тянь-Шань шыршасының ағашынан салынған екен, ал мешіттің құрылысына бірде-бір шеге қолданбаған. Ағаштарды қиып, қашап қиюластырған екен. Өкінішке орай, Алла үйі қазіргі уақытта тек мұражай ғана болып тұр. Жыл сайын Жаркент мешіті мұражайына көптеген туристер келіп, осы сәулет ескерткішіне қарап таң қалады екен. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі сіздердің басқан лайктарыңыз арнамыздың дамуына көптеген әсерін тигізеді. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы.